Мен бастаған шаруамды тастай салып екінші бір шаруаға, екінші кеменің басын ұстауға құмар емеспін. Бұл креслоға келдім, мен барлығын білем, немесе жаңағы менің мінезім өзгерді деген дүние жоқ. Екеуміз бір-бірімізге деген ынтықтығымыз ашылды, махаббатымыз оянды. Өткен аптада республика бойынша 5000-нан астам қылмыс тіркелді, оның 2800-і кезекші тәулікте із суымай ашылды. Бұл азаматтың есімі көзі қарақты көрермен үшін таңсық емес. Жаңалық жаршысы атанып, ұлттық арнадағы апта айнасы сараптамалық бағдарламасының тізгінін ұстап, бүгінде құзырлы органның ресми өкілі атанған белгілі журналист Нұрділдә Серікұлы Ораз замандастың бүгінгі кейіпкері. Журналистикаға келу кездейсоқтық емес. Олай дейтін себебім, мына менің ең басымен қанымнан басталады. Сонау үрім бұтағымда аталарым бар. Өзімнің әкемнің әкесі, ол кісі өлең жазған, белді қызметте болған, Зейнолла деген кісі болған. Нағашыларымда да бар. Нұрділдә енді біздің тұңғышымыз, суымның тұнығы, сүтімнің алды дегендей есейе келе сондай аңғалдығы да болды өзінің бауырмал. Қазіргі кезіне енді бала күнінде де көпшіл болды. Бір қызығы жас Нұрділдә әуелде заңгер мамандығын таңдапты. Бірақ қанмен сіңген қабілет пен тағдыр жолы оны басқа арнаға бұрды. 98 жылы Қазақ мемлекеттік заң университетіне оқуға түстім. 2 жылдай сол жерде оқыдым. Әрине ол сол кезде 98-99 жылдар бір елімізде бір шатқалаңдау кез, жалпы бір қиындау сәттер болғандықтан біз ақшасын төлей алмадық та. Сосын мен мектептен оқудан шығып, келесі жылы осы журналистика факультетіне тапсырдым. Содан міне Қазақ ұлттық университетін 4 жыл бойы өзім оқып, өзімнің бір расымен де алдында таңдауым керек мамандығым екенін түсініп, білім алып шықты, Құдайға шүкір. Осылай журналистиканың жілігін шағып, майын ішкен, сөз зергерлерінің рухы сіңген қасиетті қара шаңырақта білім алған Нұрділдә Ораз ең алғашқы еңбек жолын Алматы телеарнасынан бастағанын айтады. Ең алғашқы сұхбат, түсірілімдер мен эфирлерінде сағынышпен есіне алды. Ең бірінші күн камераны арқалатты да мені съемкаға жіберді. Есімде ол 25-ші қазан болатын. 25-ші қазан бізде мереке болды. Сол съемканы алғашқы жаңағы өзімнің түсіріліміме барып, алғашқы стандартымды жасап, алғашқы жаңағы текстімді өзімнің қолыммен жазып, сөйтіп бердім. Сол енді тексттен кейін бір жетіге жетпеймен жұмысқа алды. Жігітті талап жетелеп арман өсіреді. Орамды тіл, өткір сөз, қоңыр дауысымен Нұрділдә апта айнасы бағдарламасы арқылы халықтың мұң-мұқтажын айтып, билік пен бұқара арасындағы дәліз бола білді. Оның журналистік шеберлігіне қалың жұрт куә. Мен өзімнің телевидение саласындағы мына үлкен айнапта бағдарламасын жүргізу арқылы сол сәтте үлкен мына қоғамда қаламы ұшқыр, ойы зерек азаматтармен, журналистермен жұмыс істегеніме ризамын. Отандық телеарналарда шыңдалып, өзіндік бет-бедерін, беделін қалыптастыра білген кейіпкеріміз бірнеше жылдың жүзі болды құзырлы органның жаршысы атанғанына. Астана қалалық ішкі істер департаментінің бастығы, одан соң мемлекеттік тіл және ақпарат департаментінің тізгінін ұстаған Нұрділдә бүгінде Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі баспасөз қызметінің хатшысы, осы органның ресми өкілі атанды. Бұл креслоға келдім, мен барлығын білем, немесе жаңағы менің мінезім өзгерді деген дүние жоқ. Себебі бұл тек қана осы ұжымның үлкен 120 мыңнан астам қызметкері бар үлкен ортаның жұмысын атқаруымыз керек, олардың имиджін қалыптастыруымыз керек. Бұл жалпы мемлекеттік дүние. Баспасөз қызметінің журналистикадан ауылы алыс емес.
Бүгінде телеарнада жиған бүкіл тәжірибемді осы салаға арнап жатырмын деген Нұрділдә расымен де телевизия саласынан алыстай қойған жоқ. Арасы суымай өтетін баспасөз брифингтерінен де оны жиі көресіз. Арнамыздағы жедел ақпарат хабарының тізгіншісі де осы Нұрділдә. Ең бірінші бұл полицияның имиджі, полицияның жұмысын көрсетуіміз керек. Сондықтан да қазіргі күні министрдің тапсырмасымен үлкен осындай бір проект ойлап таптық. Нұрділдә өмірдегі басты бақытым отбасым деп санайды. Аяулы жары ұлттық арнаның көз айымына айналған жаңалықтар жүргізушісі, Қазақстан ханымы байқауының жеңімпазы Гүлназ Әлімгерей. Екеуінің Нұрасыл атты ұлы, Ділназым есімді қызы бар. Әйел ерінен қашанда бір саты төмен болуы керек деген қағиданы берік ұстанатын Гүлназдың асыл жары жайлы айтары бар. Бастапқы кезде енді сезім болған кезде, махаббат болған кезде жаздық шақта енді ойлайсың ғой, бұның бәрі ертең үйленген кезде барлығы да өтеді, кетеді деп. Бірақ шүкір, мінекей осы сезімді осындай күйінде сақтап қалып, мені осындай әдемі күйімде, осы нәзіктігімді жоғалттырмай, әйелдік болмысымды мысалға елдің алдында жүремін деген сияқты соның барлығын көрсетіп жүрген осы кісінің арқасы деп білем. Мен үшін маған әкем өте қымбат. Мен оны жақсы көремін. Ол біздің қалаған жерімізге апарады. Не сұрасақ соны сатып алып береді. Біз әкемізді қатты жақсы көреміз. Нұрділдәнің бос уақытын қалай өткізетінін білгіміз келген біздерге кейіпкеріміз бірден Тастаяқтың шебері екенін аңғартты. Осы жерде арқа-жарқа болып әңгімелесеміз. Осы жерде үлкен шаралар, проектілерді мысалы ақылдасамыз. Одан бөлек бұл жерде түрлі қуаныштермен бөлісеміз. Міне осының барлығы осы бильярд ойынының айналасында. Менің айтайын дегенім, жай дүниеден бастап, мынау қызметтегі тірліктерге дейін барлығы осы бильярдтың шаңырағында мен үшін шешіледі. Бильярд ойындарындағы дәлдік пен ұтқырлық Нұрділдәнің өмірдегі жеңісімен пара-пар. Ақырын жүріп анық басқан қадамы оны көздеген мақсатына жетелеп келеді. Мен бастаған шаруамды тастай салып екінші бір шаруаға, екінші кеменің басын ұстауға құмар емеспін. Кез келген уақытта таңдау тұрса, міндетті түрде нақты өзіме қажетті осы жемісін береді-ау деген дүниенің басын ғана ұстаймын. Жайдары жан күн секілді, жан жағын шуаққа бөлейді. Оның болмысы барша пендеге тән реніш, өкпе, налу секілді әдеттен ада. Өзінен гөрі өзгенің қамын жиі ойлайтын Нұрділдәнің жүрегінің кеңдігін, кішіпейілдігін айтпай кетуге болмас. Ойыңызға да келмеуі мүмкін, мен түн ұйқымды 4 бөліп, мына еліміздің түкпірінде орналасқан кей алыс туысқандарымыздың жағдайына дейін ойлап жататын кездерім болады. Бұл расында да менің әрбір ойымның барлығы, менің тіпті жолдасым кейбір кезде мені мазақтайды, болмаса менің намысыма тие бастайды. Неге соншалықты басыңды ауыртасың? Біреудің жағдайына. Неге соншалықты ол ертеңгі күні өзің орнына келмейтін клеткаларыңды өлтіріп жатсың ғой. Жүйке жүйелеріңді зақымдап жатсың деп кішкене қытығыма тиетін кездері болады. Мен өзі жалпы мына мүмкін тәрбием де солай. Сонымен қатар мына мектеп, интернатта оқығаннан кейін көпшіл болуды білдім. Нұрділдә дегенде өз басым кез келген менің басына өтетін қуаныштарымның бәрінің ортасында. Соны маған әрқашанда демеу болып, қасында жүріп, мен оған әрқашанда қолымнан келгенше көмектесеміз. Әділ, парасатты, қарапайым, керек кезде қатал да болатын, орынды жерде кішірейе білетін, ізгілік жолын, адамдық жөнін жүрегіне терең ұялатқан, кісілігі мен кішілігі тонның ішкі бауындай қабысып жатқан замандасымыздың бүгінгі болмысы осындай.